ұлы ойшыл, ұстаз, ғалым Әбу Насыр Әл-Фарабидің құрметіне елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында қойылған ескерткіштің ашылу салтанатына қатысып тұрмыз. Бұл ұлтының ұлына көрсеткен құрметінің бір парасы. Бұл ескерткіш ғұлама атын иеленген оқушылар сарайына келетін жас жеткіншектердің жүрегінде сәуле жағып, ой санасын оятатын зердеге айналсын деп тілек айтамыз. Болашақ жастар үшін, біз үшін өзіміздің атамызды біліп жүрсін деп сондай ниетте жасағанбыз. Және Әл-Фарабидің бейнесіне келетін болсақ, жаңа қолында кітабы бар, екінші оң қолында қаламы бар, биіктігі постаментімен бірге, тұғарасымен бірге 10 метр. Мүсіннің өзі 4,5 метр. Ғалым адамның оның өмірбаянын, оның жаңа жазған шығармаларын бәрін жастарымыз жақсы білу керек. Уақытында ашып жатқан өте дұрыс. Мына сарайға, оқушылар сарайына есімін бергені өте дұрыс деп есептеймін. Бұл жастарымызға өте үлгі болады.